болашағы білімді шәкірттің қолында, ал шәкірттің білімді болуы ұстаздың қолында. Алайда ұстаздың айлығы жұмысына сай болуы, мәртебесінің биік болуы керек. Бұны ескерген президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев педагог мәртебесі туралы заңға қол қойды. Бұдан кейін ұстаздардың өмірі қалай өзгерді? Біліп қайттық. Бұл Сағадат Керімханқызы, Семей қаласының нөмір 45-ші жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Еңбек жолын 28 жыл бұрын Абай ауданы Қарауыл ауылында бастаған. Ұстаз болу менің бала күнгі арманым болатын. Сол арманым орындалып, бүгінгі күнде міне 28 жыл ұстаз болып қызмет атқарып келе жатырмын. Мен ұстаздық жолды таңдағаныма ешқашан өкінбеймін. Әрине, қазіргі уақытта ұстаздың еңбек жолында көптеген өзгерістер бар. Соның ішінде біз айта аламыз, қазіргі жүктеме, сағат санының азаюы, ұстаздардың жалақысының көтерілуі, сонымен қатар мұғалімдерді қағаз бастылықтан босатылып отыр. Бұның барлығы мен ойлаймын, ұстазға деген жеңілдік. Әр қашанда оқушыларыма өз жүрегімдегі, өз бойымдағы барлық білімімді осы оқушыларға бергеніме мен қуанамын.